Балалар, біз күнделікті өмірде қолданатын көліктер, тракторлар, ұшақтар барлығы жылу қозғалтқыштары арқылы жұмыс істейді. Яғни, бұл қозғалтқыштар жанармайды жағып, пайда болған жылу энергиясын механикалық энергияға айналдырады. Бірақ осы процесте бір маңызды мәселе бар: экологиялық әсер. Атмосфераға шығатын газдар, іштен жану қозғалтқыштары жұмыс істеген кезде көмірқышқыл газы, азот тотығы, NOx және күйе, түтін сияқты зиянды заттар ауаға тарайды. Бұл газдар ауа сапасын төмендетіп, жердің қызуына, яғни ғаламдық жылынуға әкеледі. Мысалы, ірі қалаларда көлік көп болғандықтан түтін мен тұман араласып, смог деп аталатын қабат түзіледі. Табиғатқа және адамға әсері: мұндай ластану өсімдіктердің өсуіне, жануарлар тіршілігіне, тіпті адам денсаулығына әсер етеді. Тыныс алу аурулары көбейеді, көзге және өкпеге зиян келтіреді. Сондықтан экологиялық тепе-теңдікті сақтау барлығымыздың ортақ міндетіміз. Шешу жолдары. Бұл мәселені шешу үшін ғалымдар мен инженерлер қозғалтқыштардың тиімділігін арттыруда. Мысалы, гибридті қозғалтқыштар бензин мен электр қуатын біріктіреді. Электр көліктері жанармай жақпайды, түтін шығармайды. Сутекпен жұмыс істейтін қозғалтқыштар тек су буын бөледі. Экологиялық таза, пайдалы әрекет коэффициентін арттыру. Пәк неғұрлым жоғары болса, соғұрлым аз жанармай жұмсалады, аз түтін бөлінеді. Сондықтан пәк арттыру экологиялық тиімділікті арттырудың басты жолы. Сонымен, балалар, жылу қозғалтқыштары адам өмірін жеңілдеткен, бірақ табиғатқа салмақ түсірген өнертабыстар.